100 жыл бұрынғы 1 жылға созылған сапар. Қазақтар қажылықтан үйлеріне обаның кесірінен қайта алмаған. Қажылық сапарлар эпидемиялардың, әсіресе холера мен оба сияқты індеттердің таралу қаупін арттырған. Дәл осы ауру түрлерінің Еуропаға жайылып кетуінен көптеген ел қауіптенген. Сол себепті қажыларды біраз уақытқа карантинге жабатын еді. Осыған қарамастан 1893 жылғы холера эпидемиясы Меккеде де қатты тарап кетті. Сондықтан қажыларға қайтар жолда Осман империясына уақытша тоқтауға рұқсат берілмейтін. Осы себепті мұсылмандар қалтаға салмақ салса да 40 сом төлеп Мумбайға кемемен жетуді құп көрген. Ол сапар 12 күнге созылған. Британ империясына табан тіреген жолаушы 4 күн тағы жол жүріп, қазіргі Пәкістан территориясындағы қала Пешаварға жеткен. Сол жерден қажылар жылқы сатып алып мініп, бір ай дегенде ауғандардың Балық қаласына жеткен. Кейін Әмудария арқылы Самарқан мен Ташкентке қарай бағыт алған. Ал Өзбек елінен Алматы қаласына жету үшін қажылар ат арбамен бірнеше апта жол жүрген. Қажылыққа барып қайту үшін бас аяғы 14 ай кеткен. Жолда қажыларға шабуыл жасап, ақшаларын ұрлайтын топтар көп болатын. Сондықтан олар мүмкіндігінше сенімді дәлелді, қазіргі тілмен айтқанда, гид жалдаған.